Ассалаумағалейкум арыздар ағайын, қалдарыңыз дәрігер жұмадан жарқынбай болы. Видеоға лайк басыңыздар. Сіздердің лайк басқандарыңыз біздерді қолдағандарыңыз, әрі видеоны көпшілікпен бөлісіңіздер, білімді бөлісіңіздер көбейеді. Сонымен қатар арнамызға тіркеліңіздер. Қазақ тіліндегі медициналық арнамызды қолдап қуаттаңыздар ағайын. Күніне дейін жаңа тәжірибесіндес вирус, яғни коронавирусты жұқтырғандардың саны бүкіл әлемде 2 миллионнан асты. Соның ішінде 512 мың адам айықты, әрі 137 мыңнан астам адам көз жұмды. Ал Қазақстанға келетін болсақ, 1341 адамға жұғымдалғаны белгілі болды. 240 адам емделіп жазылып шықты. 16 адам қайтыс болды. Салыстырмалы түрде айтқанда, Қазақстанда қайтыс болып проценті 1341-ден 16 адам қайтыс болды деген сөз. 1%-дан төмен. Дегенмен де бұл төмен бола тұрса да, бәрібір адамның өмірі ол баға жетпес қымбат дүние. Сондықтан да біз енді бүгін осы індеттен болатын өлімнің себебіне бір тоқтала кету жөнін көріп отырмыз. Иншалла. Бұл вирус негізі жаңа вирус болғандықтан бүкіл осы әлемде мамандардың болған түсінігі өте аз. Бұл вирустың қалай ауруды пайда қылып, нақтылы қай бөліміне әсер етіп, қалай өлімге әкеліп соғу туралы дәп басып айтатындай бір нақтылы дәлелі жеткіліксіз. Дегенмен де пәленбай жылдық ғалымдардың тәжірибесіне, біліміне негізделгенде бұл негізі үлкен жақтан 3 басқышқа бөлінеді. Бұл ауруды жұқтырғаннан кейінгі адамдардың денесінде даму сатысы. Бірінші басқышы бұл вирустың қандағы көбею басқышы. Бұл 7-10 күн аралығында. Екінші басқыш өкпеде қабыну, яғни пневмония тудыру мезгілі 7-14 күн. Үшінші басқышы сауығу немесе аурудың одан ары мүшкіл қиын жағдайға өтіп кетуі. Ал енді иммунитеті сау адамдар жөнінен айтылғанда ешқандай ауру белгілері болмауы мүмкін, немесе екінші басқыш, яғни өкпеде пневмония туылған жағдайда классикалық ауру белгілері көрінеді, ол да жеңіл болады. Өкінішке орай, бір бөлім адамдар, яғни иммунитетінде мәселе бар бұрыннан. Иммунитет төмен, мысалға жоғары қан қысым, қант несебі ауру сияқты ауруларда, олар әдегенде алдыңғы 1-2 күнде біраз температура жазылған сияқты болуы мүмкін. Артынан шынтуайтына келгенде вирусты нақтылап меңгеріп қала алған жоқ. Екінші басқышта дереу жағдайы мүшкілдеп, үшінші басқыш өтіп кетеді, қиындасып кетеді. Осы адамдардың өлім салыстырмасы жоғары болады. Енді бұл ауруды көбінесе тілге тиек ететіні инфекциялық шторм, немесе инфекциялық дауыл қазақша айтқанда. Соның нәтижесінде пайда болатын ARDS, яғни жедел сипатындық тыныс алудың мүшкілдеуі синдромы. Осының нәтижесінде адамның тыныс алуына кедергі келтіріп, тыныс алуы әлсіреп, ең соңында өлімге әкеліп соғуы мүмкін. Ал енді алдындағы айтылған инфекциялық синдромға тоқталатын болсақ, немесе инфекциялық дауыл. Бұл дегеніміз адам денесіне сырттан бір микроорганизмдер шабуыл жасап кіргенде, адамның денесіндегі иммунитеттік жүйеден бөлініп шығатын жаңағы жасушалар, ол адам денесіндегі сақшы сияқты сырттан келген жауларды тазалап, тазартып, дер кезінде сондай жұмыстарын атқарып отырады. Ал енді осы әртүрлі иммунитеттік жасушалар қалыптан тыс өте ерекше белсендік немесе көп дәрежеде бөлініп шыққан жағдайда, ол жауларды өлтірумен қатар адамның иммунитеттік жүйесіне, қала берді бүйрек, өкпе, басқа да ағзаларына зақым келтіріп, ең соңында бүкіл ағзаның, бүкіл организмдердің әлсіреуіне әкеліп соғып, адамды өлімге душар етеді. Осы себеп негізгісі адамды өлімге душар ететін осы екі инфекциялық дауылдан барып адамның ағзаларының әлсіреуіне әкеліп соғып, адамның өміріне қауіп төндіреді. Жалпысы осы жақтан осылай түсіндіруге болады. Енді осыған байланысты жаңағы қосымша аурулар бар, иммунитеті төмен ауруларда осы басқыш тез жүріп кететіндіктен осы жерде осы басқыштан оларға
нақтылы әсер ететін дұрыс уақытылы емін нақты жасау керек. Нақтылап айтар болсақ, егерде осы пневмония басқышы, бұл екінші басқыш, яғни өкпенің қабыну басқышындағы емдеу мен соған алдын ала диагноз қойып емдеу өте маңызды болып табылады. Егерде дұрыс жаңағыда айтқандай шара қолданылса, ауыр дәрежедегі басқышқа өту салыстырмасында төмендейді. Сауығу көрсеткіште тіпті жақсы болмақ. Егерде ол басқыштан өтіп кетіп, адамға түтікше салып, немесе тыныс алу аппараты қойылатын болса, онда оның емдеудің жаңағы алтын уақытын өткізіп алды деген сөз. Енді бұны байқау үшін әрине әртүрлі тексерулерге сүйену керек. Соның ішінде компьютерлік томографиядағы өзгерістерге қарау керек. Аурудың жасы, қан қысымы, қан несіп ауру бар ма жоқ па деген сияқты. Одан басқа қандағы реакцияны белок мысалға, сол сияқты. Одан кейін лимфа клеткаларының өте төмен болуы, ақ клеткалардың яғни лейкоциттердің жоғары болуы деген сияқты, тағы да басқа. Соның нәтижесінде адам денесінде қанның ұюы келіп шығады. Егерде осыны дереу байқаған жағдайда дереу нақтылы ем қолдану керек. Енді бұл вирусқа қатысты кейбір дәрілерді қолдануға болады, дегенмен де бұның барлық ерекше әсер ететін дәрілер емес. Осыған байланысты сол аурудың белгілеріне қарата нақтылы әсер ететін шараларды ертерек қолдану өте маңызды. Нақтылап айтар болсақ, екі түрлі шараны қолдану маңызды. Біріншісі, көк тамырдан иммунитеттік шарша белок деген сондай бір қосылыс бар, соны көк тамырдан жіберу керек. Оның мақсаты бірінші жағы адамның иммунитетін көтеру, екіншісі жаңағы инфекциялық сторм немесе инфекциялық дауыл дедік қой, соның ары қарай жалғасты жүрілуін тосу, тізгіндеу. Егерде осы мезгілден өтіп кететін болса, онда соңғы мезгілде ауыр жағдайдағы мерзімге өтіп кеткен жағдайда көп мөлшерде гормон істетуге тура келеді. Дағы ол гормон белгілі болғандай адамның иммунитет қуатын одан төмен түсіреді, иммунитет жүйесін нашарлатады. Одан кейін адамдарда сауыққан күннің өзінде де қалып қалған ауру белгілері сақталып қалады. Ал тағы бірісі, адамдарда сол өлім салыстырма жоғары деп жаңағы белгілері байқалған адамдарда ауруға қарсы қанның ұюын алдын алуға қатысты емдер жасау керек. Егерде сондай жағдайдағы адамдарда аяқтарының терілер қарайып жатса, немесе көгеріп жатса, ол адамда шок немесе сол өлімге бір қадам жақын екендігінің белгісі. Осындай жағдайларда дереу қандың ұюының алдын алатын емдерді қолдану керек. Өйткені бұлай болмағанда бұл вирус адамның қан тамырының ішкі перделеріне дегі жасушаларға шабуыл жасап, сол жерде ұю пайда қылады. Ал енді бұл инфекция ары қарай ұюды жоғарылата береді, дағы адам қан ұйығы пайда болады, микроқан ұйығы. Яғни аяқта қарайды деген сөз, жердегі немесе өкпе болсын, басқа ағзаларда болсын, барлығында осы микроқан ұйығы пайда болып, ең соңында осы ағзаларды зақымдап, бүкіл адам денесіне қан шығуы мүмкін, ең соңында да осы өлімге әкеліп соғуы мүмкін. Сондықтан осы қан ұйығына қатысты осының алдын алатын емдерді алдын ала қолданғанда осы екі әдісті жалпысы. Онда жаңағы инфекциялық стормның алдын алуға болады. Ал енді аяқ қарайып кеткен жағдайда онда кеш қалдық деген сөз. Сондықтан осы екі жағдайда, осы екі түрлі емді қолданғанда үшінші басқышқа өтіп кетпейді, яғни жедел ауыр дәрежедегі басқышқа өтіп кетпейді. Аурудың бері қарайды, ары қарай қосымша ауруларда қалмайды. Сондықтан өлім салыстырмасын төмендету үшін Қазақстандағы дәрігерлердің құлағына бұл бізден болған бір кеңес, бұл жалпысы Қытайда мамандардың айтылып жатқан кеңесі, халықарада да осыны мойындалып, осыған мән беріліп жатыр. Бізде осы дер кезінде осы ақпаратты жеткізуді тырысып отырмыз. Осы Қазақстанда өлім салыстырмасы енді тіркелмей қойсын деп тілейміз. Әрине әрбір ауырған пациенттер
эмделип жазылсын, отбасына амандык менен оралсын. Ағайын, осы видеомызды көпчүлүк менен бөлүшсөңүздөр, билимди бөлсөңүздөр көбөйөт. Сону менен катар лайк басып, комментарий жазыңыздар. Алла элибизди бул эртең өз аман эсен алып чыксын. Урмаңыз агайын, келесі эфирде көрүшкөнчө аман сау болайык.